Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді құймақтар дайындайтын боламыз. Егер сіздерде бұрыннан құймақтар шықпай жүрген болатын болса, осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Барлығын дәл видеодағыдай жазсаңыздар, сіздерде де шығады деген ойдамын. Ыдысқа алдымен 3 жұмыртқа, 2 ас қасық қант және шым-шым тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін кішкене сүтімізді құямыз, шамамен 100 грамдай ғана құйып, жақсылап араластырамыз. Сүтіміз суық болмауы тиіс, жылы немесе бөлме температурасында болса да болады. Енді ұнымызды електен өткізіп, жақсылап бір тегіс болғанша араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бір тегіс масса шығуы керек, ешқандай түйіршіктер болмауы тиіс. Енді қалған сүтіміздің жартысын құйып, жақсылап араластырамыз. Кейін барлығын құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді 1,5-2 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Сұйық майды көрсетілген мөлшерден көп қоспауларыңызды сұраймын, себебі құймақтарыңыз майлы болып, дұрыс шықпай қалады. Міне біздің құймақтарымыздың қамыры дайын болды, консистенциясы осындай сұйық болуы керек. Қызып тұрған табамызға қасықтың көмегімен алдымен осылай ортаңғы жағына қарай құйып, кейін табамызды айналдыра отырып, құймақтарымызды жайып аламыз. Шамамен 1 минут өткеннен кейін шет жақтары осылай ақырындап қызара бастайды. Оны силиконды лопатканың көмегімен немесе шаңышқының көмегімен видеода көрсетілгендей шет жақтарын алып аламыз. Кейін осылай ақырындап қолдың көмегімен көмектесе отырып, құймағымызды екінші жағына ауыстырамыз. Тағы бір мәрте көрсетіп жіберейін. Алдымен осылай ортаңғы жағына қарай құйып, шет жақтарына осылайынан айналдыра отырып жаямыз. Кейін ақырындап шет жақтары осылай қызара бастаған кезде лопатканың көмегімен осылайынан айналдыра отырып шет жақтарын алып аламыз. Кейін осылай ақырындап астыңғы жақтарын алып, екінші жақ бетіне ауыстырамыз. Екінші жақ беті бірінші жағынан қарағанда жылдам піседі. Барлық құймақтарымызды осылай дайындаймыз. Және де достар, егер сіздер дәл осы рецептпен жасап, бірақ сонда да құймақтарыңыз дұрыс шықпай жататын болса, жабысып қала беретін болса, онда өзімнің тәжірибемнен сіздерге айтатын кеңесім, мүмкін сіздер отын баяу қойып қойған боларсыздар. Отын сәл қатайтып көруге кеңес беремін. Әсіресе егер сіздерде газ емес, менікі секілді плита болатын болса, отын сәл қатайтып көріп, жасап көруге кеңес беремін. Міне достар, біздің дәмді, жұқа әрі әдемі болып шығатын құймақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде мені қолдап, подписация белгісін басып, тіркеліп, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін колокольчик белгісін басып кетіңіздер.